1,5 айдың ішінде облыстың әр түкпіріндегі медициналық мекемелерде байланыс терминалдары толығымен орнатылмақшы. Мұнда кез келген тұрғын жеке куәлігін терминалдағы арнайы орынға тигізіп, тетікті басып, медициналық қызметке қатысты сауалдарын қойып, шағымын білдіреді. Бұл жерде денсаулық сақтау басқармасының колл орталығының мамандарымен тікелей байланысқа шығуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар бұл терминал арқылы бейне жазба қалдыруға болады. Крупных наших медицинских организаций Үлкен медициналық мекемелерде мұндай байланыс терминалдары бір-бірден емес бірнешеуден қойылды. Бірінші кезекте ем алуға келіп түскен қабылдау бөлімдерінде орнатылды. Екінші кезекте ауруханаға келетін ем алушылардың туыстары осы құрылғыны пайдалана алатын жерлерге қойылды. Бұл технологияның артықшылығы бар, өйткені біз алыс аудандардағы тұрғындарға қаладағы дәрігер мамандардың кеңес алу үшін арнайы жүйені енгізуді жоспарлап отырмыз. Байланыс терминалын пайдаланған бойда бірден колл орталығында қызыл жарық жанып белгі түседі. Осы кезде мамандар терминалды пайдаланушының айтарын тыңдап, сол жерде бірден мәліметтерді қарастырып жауап береді. Какие у него полномочия? Что он может делать? Может у кого-то победить стрелу? Денсаулық сақтау саласына енгізілген жаңашылдықтың бірі еңбекке жарамсыздығын айқындайтын анықтаманы берумен байланысты. Мұнда Дамумед ұялы телефон қосымшасы арқылы анықтаманың шетіндегі QR-кодты түсірсеңіз болды, ем алушы туралы толық ақпарат шығады. Егер анықтама қағазы тіркелмеген, яғни жалған болса, ешқандай мәлімет шықпайды. Считывается QR-код, и мы видим всю информацию в этом больничном листе. То есть все, информация подтверждена, система проверила QR-код, он действительно был выдан в системе, больничный лист, либо справка о нетрудоспособности была выдана в системе на самом деле. Арайлым Сатыбалдықызы, Александр Кирьянов, Равиль Валиев, 5-ші арна.